мен осындай жағдайға қалай жеттім? Отбасымның жағдайы қалай екен? Баламды қатты сағындым. Саған деген сағынышымды қалай жеткізерімді білмей қиналып отырмын. Мен сенің өте ақылды ұл болып өсіп келе жатқаныңа сенем. Маған да ата-анам сенім білдірген еді. Мектепте де, жоғарғы оқу орнында да өте белсенді, ұқыпты студент болып еді. Басқаларға үлгі болып, жұма намазынан да қалмай, жұрт қатарлы ораза тұтып, мешіттегі жамағатпен де дәрістерге қатысып жүредім. Адал жүріп, ешкімнің ала жібін аттамаған едім. Досым, ұстаз керемет айтты. Қоғамда болып жатқан өзгерістер туралы, заң туралы, есті адамға есті сөзін айтты біздің ұстаз. Әлем білім туралы дұрыс қой айтқан досым. Кейден түсінбеймін да. Алланың заңы тұрған кезде мемлекеттің заңын не керек бізге? Бәріміз шариғаттың заңдары бойынша жүрмедік пе? Досым, мемлекеттің заңы әрбір адамның игілігі үшін жасалған дүние. Бұл мемлекеттік заң татулыққа, ынтымаққа, бірлікке шақырады. Сен олай теріс пікір қалыптаспа. Қарапайым нәрсе. Міне бағдаршам тұр алдымызда. Бұл бағдаршам Құранда жоқ. Мемлекеттік заң шығады. Досым, Бауыржан атам айтпақшы, тәртіпке бағынған қол болмайды деген. Сен олай теріс пікір қалыптастырма, досым. Дұрыс қой, досым. Тәртіпімен кейде ойланамын да. Қоғамда неше түрлі жағдайлар болып жатыр. Осы мемлекеттің заңнамалары бізге ақыретке пайда береді дейсің ба? Досым, мен кеттім, мен ұстаздан дәріс үйренем ба деп келсем, ол алады мемлекеттің заңдарын тықпалай береді. Досым, мен өз бетіме ізденем, ілім біліміме өзім үйренем. Саған кеттім. Жақсы досым, аман бол. Ай, досым, ай. Дайындал. Бұл елден кетеміз деп шештім. Жат елде біз не істейміз? Бұл жақта ағайын бар, туыс бар, ел жұрттан ұят болады ғой. Бұл елдің арамдығын көре тұра мен шыдай алмаймын. Сен де солардың сөзін сөйлей бастадың ба? Дайындал. Киімдерді жина. Тез!
мен құзырлы органдардың қадағалауында болып, шекара аспай, қадамымды шалыс баспай тұрып, елімізде жазамды өтеп жатқаныма бір жағынан қуанам. Шетел асып, отбасымды қатерге тігіп, орны толмас өкінішпен оралғанымда жай күйім қандай болмақ еді. Білімсіздің күні қараңғы. Өзге елде сұлтан болғанша, өз еліңде ұлтан бол.